Олжас Сейітов. Бақыт жолы. Екінші бөлім. Негативті эмоциялардан қалай толықтай арылуға болады? Жоғалтудан туындаған қайғымен қалай жұмыс жасауға болады? Әлдекімді не әлденені жоғалтқан адамның қайғысы біздің тәжірибеміздегі кең таралған жан жарасы болып табылады. Әр адаммен жұмыс әрқашан дерлік қайғымен жұмыс жасаудан басталады. Қорқыныш, ұят, кінә және басқа да сезімдер кез келген адамның бойында бола бермес, ал қайғы көпшілікте кездеседі. Егер сіз үнемі өзіне назар аударғанды талап ететін, айналадағылардан әділетсіздік көрдім деп шағымдана беретін, болмашы нәрселерге ренжіп, тіпті жылап қалатын, жауапкершілік алудан бас тартатын адамдарды кездестірсеңіз, не бұларды өз бойыңыздан байқасаңыз, бұның астарында жоғалтудан туындаған қайғы жасырулы тұрғанына сенімді болыңыз. Қорғаушысы, ниеттесі, тірегі, махаббаты және ақылшысы болған жақын адамын өлім құшты. Осындай кезде адам өзін тастанды да сезінеді. Аса бағалы жанын жоғалтқаны оны қайғыға батырады. Ол анасыз қалған кішкентай баладай әрекет етеді. 50 жасқа келсе де, жиі осындай күй кешеді. Менің тәжірибемде 5 жасында анасынан айырылып, оны өмір бойы жан дүниесінен жібере алмаған 60-тан асқан әйелдер болған. Мұндайда көпке танымал уақыт емші деген қағиданы қолдану тиімсіз. Бұл орайда жан жарасы ұйқы режиміне түседі де, келесі бір жоғалтуға дейін ғана өзіңізді жақсы сезінесіз. Алайда жұмыстан шығарылу не басқа қалаға көшу сияқты кезекті жоғалтуға тап болғанда, сіз бірден сол қалып қойған жан жарасын қайта сезіне бастауыңыз мүмкін. Дәстүрлі психологтардың қайғы туралы пікірлерін оқысаңыз, бұл құбылысты аса ауыр және аз уақыт ішінде онымен күресу мүмкін емес деп ойлап қаласыз. Түрлі психологтар қайғы кезеңдерін әртүрлі жіктейді және әртүрлі, кейде қарама-қайшы түзету жолдарын ұсынады. Бірақ пейнхантинг арқылы жан азабын оңай әрі қарапайым жолмен жоюға болатынын түсінген кезде таң қаларыңыз сөзсіз. Дәстүрлі психологиямен жан азабын жою үшін айлар қажет болса, ал пейнхантингпен бұған небәрі 1-2 сеанста қол жеткізуге болады. Тіпті өз саласында 15-20 жылдық тәжірибесі бар практикадағы психологтар пейнхантинг бойынша қайғымен жұмыс жасаудың қарапайымдылығы мен тиімділігіне таң қалған болатын. Маман ретіндегі үлкен тәжірибелеріне қарамастан, алғаш сеанста-ақ олар өздерінде жасырын жатқан жан жарасының табылғанына таңырқап, сеанс кезінде көз жастары көл болды. Ал енді істің мәніне көшейік. Кітапты басынан бастап оқыған болсаңыз, жанымыз жарқын бейнелер жоғалғандықтан азап шегетінін білдіңіз. Жақын адамынан айырылған жағдайда мұндай бейнелер өте көп болып жатады. Олар 10-20, тіпті 100 деген бейнелер болуы мүмкін. Осы жоғалған бейнелердің барлығын қалпына келтірумен, сіз сағы сынған жанды да толықтай қалпына келтіресіз. Жақын адамыңызды жоғалтқанда, сіз тәндік нәрсені жоғалтқандықтан емес, материалдықпен байланысы жоқ құндылықтардан айырылғандықтан қайғырасыз. Бұл құндылықтарға махаббат, көңіл бөлу, рахаттану, арман, мақсат, тыныштық, түсіністік, тамсану және тағы басқа осындай сезімдер жатады. Егер сіз жанға жара салған осы залалдың әрбір бөлшегінің орнын толтыру үшін маңдай теріңізді төгіп күш салсаңыз, онда нәтижесінде адам жоғалтқан жақынын жібере біліп, толықтай бақытты бола алады. Бұл бейнелерді қалпына келтіру үшін
Не істеу керек? Қарама-қарсы жағдайлар командасын айтыңыз. Сол адаммен өмірді елестетіңіз. Олсыз өмірді елестетіңіз. Бары осы. Осы командаларды көп рет беріңіз. Сонда сіз адамның эмоциялар шкаласымен, қайғы мен апатиядан өте жоғары күйге дейін қалай көтерілетінін өз көзіңізбен көресіз. Егер әйел күйеуінен айырылған болса, күйеуіңізбен өмірді елестетіңіз. Күйеуіңіз жоқ өмірді елестетіңіз командаларын беріңіз. Егер адам бір кездері Татьяна есімді алғашқы махаббатынан айырылған болса, онда жай ғана Татьяна мен өмірді елестетіңіз. Татьянасыз өмірді елестетіңіз командасын айтыңыз. Келесідей сценарийдің болуына моральдық дайын болыңыз. Бірінші, басында сол адамсыз өмірі шынайы емес болып көрінеді. Әдетте эйфорияшы мынадай сөздерді айтады. Олсыз өмір мағынасыз әрі бос. Екінші, кейінірек эйфорияшы өмірден өткен жақынының оған сүйеніш болған барлық сәттерін, олардың бірге тыныш, әрі жайлы өмір сүрген кездерін көз жасын төге айта бастайды. Үшінші, кейін жарқын естеліктері пайда болады. Төртінші, әрі қарай жоғалтқан адамысыз өмірі жарқын бола, әрі жандана бастайды. Бесінші, эйфорияшы сізге жанын мұңмен десе де өмір жалғасып жатқанын айта бастайды. Осы жерден тоқтап қалмауыңыз керек. Бұл әлі мәре емес. Алтыншы, кейінірек эйфорияшы жағымсыз сәттерді, әсіресе жоғалған адамына деген реніштерін есіне алуы мүмкін. Жетінші, содан кейін сол адамсыз өмірдің жақсы жақтарын көре бастауы мүмкін. Сегізінші, бұдан кейін эйфорияшы әдетте өмірден өткен жақынының алдында өзін кінәлі сезінетінін айтады. Тоғызыншы, әдетте жоғарыда аталған барлық кезеңдерден кейін ол эйфорияға, жеңілдікке жетеді. Тіпті қандай да бір айқындылыққа ие болуы мүмкін. Көріп тұрғандарыңыздай, табиғатқа қарсы ештеңе жоқ. Бұл жаттығуды жай ғана шыдамдылықпен, кодексті сақтай отырып орындаңыз. Сонда адамды терең депрессиядан шығарасыз. Қайғымен жұмыс жасаудың бірнеше нюанстарын қарастырайық. Бірінші нюанс. Егер эйфорияшы қарама-қарсы жағдайлар командасын 2-3 рет қайталағаннан кейін сезімдер шкаласы бойынша көтерілмей жатса, бұл оның осыған дейінде жоғалтуы болғанын көрсетеді. Сондықтан одан бұған дейін осыған ұқсас жоғалту болып беді деп сұраңыз. Сонда ол бұрынғыларды еске түсіреді. Ал бұл әдетте балалық шақтағы оқиға болып жатады. Екінші нюанс. Қайғы міндетті түрде тек жақын адамды жоғалтудан ғана туындамайды. Адам үй жануарын, қандай да бір мүлкін, не тіпті ойыншығын жоғалтып алса да қайғырады. Мұндай жағдайда сіз жай ғана хронологиялық талдау жасай аласыз, не қандай да бір жасырын ұстанымды іздесеңіз болады. Сонда эйфорияшы бала кезінде бірде оның үйіне қонақтар келгенде, анасы оны жиеніне ойыншығын беруге мәжбүрлегенде өзін жаман сезінгенін айтады. Ол сол жағдайдың жанына қаншалықты ауыр тигенін айтып, еңіреп жылай бастауы мүмкін. Ешқашан мұндай жоғалтулардың маңыздылығын кемітпеңіз. Тіпті егер бұл түйреуішті жоғалту болып, бұл эйфорияшыңыздың жанына батқан болса, онда материалдық емес жоғалту болғаны. Сондықтан сенімді түрде өмірді түйреуішпен елестетіңіз, түйреуішсіз өмірді елестетіңіз деген команданы беріңіз. Жоғалтудың үшінші нюансы, аталған оқиғаларда сананы улайтын ұстанымдар пайда болады. Олардың саны 3, 5, не 20-ға дейін жетуі мүмкін. Өкінішке қарай, бір ғана сеанста клиент мұның бәрін ұға қоймайды. Ол тек көп зардабын тигізген
негізгі ұстанымдарды ғана шығара алады. Ал қалғандары келесі сеанстарда шыға бастайды. Бір қызық мысал келтірейін. Бірде маған 45 жастағы әйел келіп, өмірдің әділетсіздігін айтып шағымданды. Хронологиялық талдау жасағанымда, оның жағымсыз эмоциялары күшейген үстіне күшейе түсті. Біз жанға қатты ауыр тиген оқиғаға жақындадық. Кенет ол торайды жоғалтумен болған оқиғаны есіне түсіре бастайды. 6 жасында анасы оған торай сыйлап, оны 1 жылдай асыраған екен. Бірақ бір күні анасы ұл туып, перзентханадан шығарылады. Туыстары бұл оқиғаны тойлағалы жатыр. Сол кезде кішкентай қыз не болып жатқанын түсінбеген. Бірақ бір әпкесі оған мән жайды былай түсіндіріпті. Қазір сенің торайыңды жейміз. Сонда сенің інің пайда болады. Інің пайда болу үшін кішкентай торайыңды жеуіміз керек. Бұл сөздерден кейін кішкентай қызда қандай жан жарасы пайда болды деп ойлайсыз? Ересектер үшін бұл торай жай ғана дәмді ет болса, қыз үшін ол өзі бағып қаққан, өсіріп қамқорлаған, онымен бірге ойнап уақыт өткізген өте құнды досы болған. Кенет оның рұқсатынсыз әрі келісімінсіз бұл досын өлтіреді. Қыз өзінің досын, кішкентай баласын қорғағысы келді, бірақ оны ешкім тыңдамады. Ол айғайлады, барлық туыстарын ұрды, бірақ олар оған күлді. Оны ешкім тіпті түсінуге де тырыспады. Оған бұл торайдың орнын басатын бала керек емес еді. Сол кезде оның мынадай ұстанымдары пайда болды. Дүние қатыгез. Адамдар келісімінсіз ең жақын досыңызды өлтіруі мүмкін. Құнды адамының не затының болғаны өте қауіпті. Оларды жоғалту ауыр тиеді. Торайдың өліміне інім кінәлі. Сондықтан ол менің жауым. Мен оны ешқашан кешірмеймін. Бар дауысыммен айқайласам да, менің пікірім ешкімді қызықтырмайды. Анам бірдеңені беріп алып, сосын соны өз алып қоятын сатқын. Зар жылап біреуді қорғау түкке тұрғысыз іс. Келеке мазаққа қаласың. Бала өсіру қауіпті. Ол өлтірілуі мүмкін. Осыншама негативті ұстанымдардан құралған букет жайлы не айтасыз? Біз мұны бір ғана сеанста анықтадық. Осындай көзқарастармен әйел 45 жыл бойы өмір сүрді. Маған келген кезде оның қандай күйде болғанын елестете аласыз ба? Ол өте қызба, ызалы еді. Маған келгенге дейін үнемі психотроптық таблеткаларды қабылдап жүрген. Психиатрлар оған ауыр диагноздар қойған. Ол ашуын тізгіндей алмай, балаларын ұрып соғатын болған. Ал көптеген проблемаларының түбі осы тораймен болған оқиғада жатты. Осы жоғалтумен жұмыс жасаған бойда ол қатты өзгерді. Оның жан дүниесінде алғаш рет тыныштық пайда болды. Ол алғаш рет қауіп қатері, сатқындығы мен қатыгездігі жоқ дүниені көре бастады. Мен бұл мысалды ұсақ тиек жоғалтуларды елемеу қаншалықты қауіпті екенін түсінуіңіз үшін келтірдім. Егер сіз торай онша үлкен жоғалту емес деп ойлағаныңызда, клиенттің үлкен эмоционалды зарядын жіберіп алар едіңіз. Сеанстарда біз қарастырған көптеген басқа да жоғалту түрлері бар. Мысалы, біз бір әйелмен бойтұмарды жоғалту бойынша жұмыс жасадық. Бір қарағанда кішкентай амулет, бірақ сол амулет көп мағынаға ие болды. Басқа бір әйелдің ойыншық қонжығын жоғалтуымен жұмыс жасадық. Осы жоғалту себебімен оның өмір бойы материалдық игіліктерге қатысты жолы болмаған екен. Ал бір баланың пластмас итін жоғалтуымен жұмыс жасадық. Осы жоғалтуынан кейін оған басқалармен жақын қарым-қатынаста болу әрқашан қиынға соққан. Ал енді тағы бір екі нюанстарды айта кетейін. Жоғарыда талқылағанымыздай, жоғалту қара квадрат кейсінің негізгі себебі болып табылады. Егер клиент көзін жұмғанда ештеңе көрмей тұрғанын айтса,
бірден жоғалту туралы сұраныс. Бірақ кейде клиент сізге оның өмірінде адам жоғалтуы болмағанын айтуы мүмкін. Бұл жағдайда одан өмірдің мәнін, не бар үміті мен арманын қашан жоғалтқанын сұраныз. Сонда ойламаған жерден осымен байланысты оқиғалар есіне түсуі мүмкін. Мысалы, әйел кісі тұрмысқа шыққан кезінде жастық шағы мен еркіндігінен айырылғанын айтуы мүмкін. Немесе, клиент әкесінің оған шетелде оқуына қалай тыйым салғанын, содан кейін жас жігіттің барлық армандары мен тілектері толықтай жойылып, санасында қара квадрат пайда болғанын айтуы мүмкін. Қайғы эмоциясының басты салдары мұндай адам ақшадан, жаңа қарым-қатынастан және жаңа зат сатып алудан бас тартады. Жасырын қайғысы бар адам әдетте ақша жоғалтуға жиі кездеседі. Оның түп санасында маған ештеңе тиесілі емес. Мен бір нәрсеге ие болудан қорқамын, өйткені оны жоғалту ауыр тиеді. Немесе құнды нәрсеге ие болу қауіпті деген ұстанымдар болады. Сондықтан мұндай адамдар саналы түрде тәуекелге барудан, жаңа бизнесті бастаудан, немесе жаңа жоба үшін жауапкершілік алудан қорқады. Олар әдейі ескі әрі тозған киімдер киіп, саналы түрде өздеріне аяушылық оятуға тырысады. Әрине, мұндай жағдайда болатын ең жаман нәрсе, бұл адам өзге біреуге, тіпті ол әлемдегі ең қорқынышты тұлға болса да, қатты бауыр басып үйір болуы. Бір мысал келтірейін. Бірде маған 40 жастағы әйел келіп, турасын айтқанда, бір альфонс жігіттен құтыла алмай жүргенін айтқан болатын. Әйел әлгі жігіттің оны пайдаланып жүргенін ақылымен түсінген. Бірақ бұған қатысты ештеңе істей алмаған. Әрине, мұндай қарым-қатынастың салдары қандай болатыны анық. Бұл жігіт оны өз атына үлкен көлемде несие алуға мәжбүрлеп, сол ақшаны алып қайтармаған. Ақшаны жақын арада қайтарамын деп уәде берумен болған. Бірақ ойластырған аянышты оқиғаларын айтып, әйелден тағы да ақша алған екен. Әйел біресе ашу күйінде, біресе ғашықтық күйінде болып, апатияға да ұшыраған. Осы улы қарым-қатынастан құтылу және осы жағдайды ретке келтіру үшін ол әйелдерге арналған тренингтерге қатысып, көптеген психологтарға барған. Мен бірден жоғалтудың жасырын азабы бар екенін түсіндім. Сондықтан оған мынадай сұрақтар қоя бастадым. Сол жігітті кездестірмес бұрын, сізде басқа бір жігітпен айырылысу болып, бұл жаныңызды ауыртқан ба еді? Иә, дәл солай. Қайдан білдіңіз? Бұрынғы күйеуім мені тастап кеткен. Бұл менің жаныма қатты батты. Ал содан кейін мына альфонс пайда болып, сізге әндер шырқап, комплимент айтып, бұдан сіз өзіңізді ханшайымдай сезіне бастадыңыз. Осы кезде әйел истерикамен күле бастады. Ол толық суретті көре бастады. Егер бұрын ол өз қателіктерінен, жаман мінезінен, не әйелге тән қасиеттердің жоқтығынан зардап шегемін деп ойласа, ал енді ол әр нәрсені, былайша айтқанда, пазлдарды өз орнына қойып құра бастады. Білесіз бе, Олжас, сіз дөп түстіңіз. Сол кезде мен шынымен транс күйінде жүрдім. Енді ешкімге керек емеспін деп ойладым. Мен жақын қарым-қатынасты қатты қаладым. Сосын бір күні көлігіме отырып, ақша айырбастау пунктіне барып, таза ауа жұту үшін далаға шықтым. Сонда бір жас жігіт пайда болып, маған комплимент айта бастады. Күлімдеуім әдемі екенін, көзім жарқырап тұрғанын айтты. Өзімді жалғыз сезініп, өмірдің мағынасы жоқтай көрінген еді. Ал мына жігіттің сөзі маған қажет болған таза ауадай әсер етті. Әрине, мен әйел заты болғандықтан, өзгенің көңіл бөлуін қажет етем. Әлгі альфонс болса, мұны пайдаланды. Басында тіпті оны Құдай жібергендей көрінді. Ол өміріндегі ең идеалды әйел екенімді айтты. Мен сияқты әйелді
көптен бері армандағанын айтты. Түсінемін. Алдымен бұрынғы күйеуіңізден арылайық, содан кейін сол Альфонспен мәселеге ораламыз. Күйеуіңізбен өмірді елестетіңіз, өміріңізде күйеуіңіз жоқ деп елестетіңіз деген қарама-қарсы жағдайлар командасын қолданып, бұрынғы күйеуінен айырылумен жұмыс жасадық. Әйелдің көз жасы көл болып, көп жан жарасы шықты. Сонында ол санасында жеңілдік пен айқындықты сезінді. Сөйтіп біз жас жігітке оралдық. Енді сол Альфонссыз өмірді елестетейік. Ох, не деген жеңілдік. Бүгінгі сеансқа дейін олсыз өмірді еш елестете алмаған едім. Турасын айтқанда, ол нағыз оңбаған. 200-ді айлакер және суайт. Ол жігітінің барлық қулықтарын, арам істерін есіне түсіре бастады. Оның көздері ашылғандай болды. Альфонстың ақшасын қалай еш ұялмастан пайдаланғанын және әртүрлі әңгімелер құрастырып, өтірік айтқанын анық көрді. Сеанстан кейін әйел сол адамға бауыр басып, үйір болу сезімінен арылды. Онымен қарым-қатынасын үзгенін және мұндай жосықсыз еркектерді назарына іліктірмей, жаңа өмір бастауға шешім қабылдағанын бір аптадан соң хабарлап айтты. Жоғалтулардың шамамен 90% жасырын түрде, тек 10% ашық түрде болатынын ескеріңіз. Яғни әрқашан сізге келген эйфорияшы проблемасы басқа нәрседе екенін айтады. Ол шынайы себеп бұрынғы жоғалтуда жатқанын көрмейді. Бірақ сол жоғалтуды, жан азабының жасырын көздерін табудың 5 кезеңі алгоритмі арқылы тапқаныңызда керемет жайт орын алады. Пейнхантингтың сиқыры осында жатыр. Көптеген психологтар проблемалардың себебі бұрынғы жоғалтуда екенін біле бермеуі мүмкін. Сондықтан олар жоғалтудың салдарымен бірнеше ай бойы күреседі. Ал сіз бірден нысанаға дәл тиесіз. Тіпті психологтар бұл жасырын жоғалтуды тапқан күнде де одан арылту үшін қайтадан бірнеше ай кетіреді, не оны толықтай жоя алмайды. Енді келесі жиі кездесетін негативті эмоцияға көшейік. Адамнан барлық жоғалтуларды алып тастаған соң, көптеген жасырын қорқыныштарды табуыңыз мүмкін. Соларды толығырақ қарастырайық.